Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Ыстық Грузиядан сәлем. Қазір Грузияда жүрміз. Көліктердің арасында көріп тұрған. Қазір біраз көліктер түскен. 75 бар, 70, 50, 55 бағалар кәдімгідей құлаған. Арзан бағаларын сендерге көрсетіп шығам. Достар, сіздерден тек қана лайк, менің каналыма тіркеліңіздер. WhatsApp қоям, сұрақтар болса WhatsAppқа шықсаңыздар болады. Көлік тапсырыс берсеңіздер, осы жақта жүрміз, жіберіп береміз, жеткізіп береміз. Ал енді кеттік, тамашалайық, көріп шығайық, бағалар қанша екен. Так, Camry сразу 13 жылға қараңыздар достар, 8500-ге түсіріп қойған. Мүмкін одан да бет түсуі мүмкін, 95 мың жүрген. Осы жерде бағасы 8500 доллар. Қасында 50 тұр. 10500 мынау, 50-тіктер. 107 мың жүрген 15 жылғы есен нұсқасында. Дөңгелектері 70, 50, 60 сондай пайыздай бар екен. Ал мына еле нұсқасында резиндер жақсы, простой дискіде. Іші мата. Еле нұсқасы бағасы қазір көрсетіп шығайын сендерге. 157 мың жүрген достар, 9 мың доллар сұрапты. 9 мыңға нормально ғой. 50-тіктер. Так, сосын 75-тіктер сұрап жатқандар бар достар, әдемі 75-тік. Мына гибрид екен бірақ. Мына 75-тікті көрейік достар. Резиндер дерсізкі кәдім, түрі де дерсізкі. 19500, 8000 ақ мейл жүрген, 2-де 5, 21 жылғы. Пароктарға дейін ауысқан екен. Әдейім кәдім, жанып тұр. Ошақты қара, қап-қара. Бағасы пульсветный, светі де әдейім екен. Датчик БСМ бар. Так, бесключевой доступ. Старт-стоп пен 19500. Мына жерде 23 мың доллар. Әртүрлі, бұл жерде бағалары достар, историясы да қатты байланысты. Қатты соғылған болса, 22 жылғы первичке елінбейсіздер достар, 22 болса. Мынау уже первичік төлейсіздер. Қатты соғылы, подушкілер ашылған болса, бағасы төмен болады. Ал ашылмаған минимальный удар болса, бағасы да қымбат болады достар. Мынау көк қара кришамен әдемі екен кәдімгі. Бұл да бесключевой, старт-стоп, XSM сонда. 17500 дейді бағасы. 2020 жылғы. Кеттік енді Highlander F4 кете берейік ары қарай. Highlander соңғы кузовтар. Алдыңғыда кузовтар барлығын көрсетіп шығамыз қазір. 37 мыңнан 36 мыңға түсірген екен. Так, 22 мың миль. 22 жылғы 3-те 5. Іштерін қараш, сап-сары. Дерске бұл. Негізі городской бұлар. Кроссовер. Таза. XL нұсқасында. Бағаларын көріп тұрсыңдар ғой достар. Ол қап-қарасы тұр екен қасында. Іші қап-қара салонымен. Перфорация кожа. Мынада алдында камера жоқ, мына алдында камерасымен. Комплектация дерске болып тұр ғой. Бұның бағасы 41500. 20 мың миль жүрген, бұл да 22. Первичка жоқ енді бұларда. Бірақ первичка болмағанмен бұларда растаможка қымбат. Бірақ енді бәрібір анадан арзандау келеді Қазақстанда. Платинум дейді. Платинум полный комплектация ғой уже. Лимитедтен кейінгі. Соның өзінде бесключевой доступ тек екі алдыңғысында болып тұр ғой. Так, дәлші кеттік дегенде. Мына енді алдыңғы кузов. Дәл менікіндей екен айдап жүрген ауылда. 20500 доллар дейді достар, 18 жылғы. Так, 84 мың жүрген, 3-те 5 болды.
Әдемі серебристый. Тап-таза екен. Мынадан былай әдемі жанып тұрады. Бағалар қалай, достар? Лайк басып отырыңдар жайлап. Так, Сиена жанұялық көліктер қазір. Бір ғана RAV4 тұр екен, RAV4 түсіріп кетейін. Мына RAV4-терді көп сұрайды. Простой бұлар 17, 2D5, 74 мың миль жүрген, 16500. Әрине саудаласып барлығын. Негізі түсіреміз біздер. Біздерге заказ берсеңіздер. Мына сәл қымбаттау, бұны мыжып $15 мың алу керек қой, мына өлдім дегенде. Одан да түсіріп тастау керек. Іші кожа екен, есе нұсқасы сияқты. Жоқ, limited дейді ғой. Limited RAV4 4 дөңгелегі тебеді. Содан екен ғой. Кішкене көп сұрап тұрған. 5 ключевоймен. Ал кеттік енді. Сиеналарға қатарласып тұр екен. 16500 сұрап тұр. 15-ші жылға. Люк бар, 102 мың жүрген. 4 аяғы тебеді. Іші кожа, роза. 5 ключевой доступ. Старт-стоп деп қойды. Сыймайды, мынақта XL нұсқасы. Жалпы бағаларын көрсетіп жүр ғой. Бұл жерде қазір историясы қандай деген. Историясы әдемісін тауып береміз керек болса. Іздейміз. Бүкіл Грузиядан іздейміз ғой біздер. 127 мың жүрген мынау. 16-шы жылы 14500. Іші мата екен, бірақ простойлау кішкен. Мынау да мата салон іші. 14 мың сұрап тұр. 15-ші жылға. Примерно бағаларын көрдіңіздер ғой. Қалай екен. Кеттік енді жайлап. Ронер. Там не бар тағы қазақтың мінетін көліктері. Бір шеттен түсіріп шығамыз. 70-тіктер көріп кетеміз ба тағы? Көрмейміз ба? Здорово. Не, просто видео снимаю. Іздеп қой керек көліктерімізді. Так, Forerunner 39 мың доллар мынау. Toyota Offroad 32900, 43 мың жүрген, 20-шы жылғы төрттік. Мынаны қара. 26 мың. Мынау Limited. Toyota Offroad. Негізі осындай Offroad алған жақсы. Forerunner алғасын. Пұм әдемі кетеді. Так, RAV4 20800 дейді. 20 мың ғой, примерно 19 жыл. Мына 25 мың доллар сұрап тұр екен, аппақ, әдемі екен бірақ. Гибрид, қазақтар енді гибрид. Үйреніспеген әлі, грузиндер сияқты. 24 мың, 4-4, 3 мың жүрген, тап-таза көлік қой, салон, 22-ші жылғы. 24 мың 500 доллар сұрап тұр. Тағы да мынандай кузов. Бұл 15 мың 200, 17-ші жылғы достар. Мына кузовтар. RAV4-тің қатары. Жетеді мынақта көліктер, достар. Лайк бас қойып отырсыздар ма? Кеттік, Highlander тағы да аржағында. Мерседестер бар, былай қарай жүре берейік қазір. Достар, жай қарап отыра бермей, лайк басып отырыңдар. Каналға тіркеліп кетіңдер, тіркелмегендер болса. Біздер Америкадан да көлік тасимыз, білесіздер, Америкадан ұтып береміз. Қандай көлік керек, арзан ұтып береміз. Тез келеді, 2,5-3 ай. Қазір басқа компаниямен договорға тұрып жатырмын, достар. Кішкене логистикасы арзан. Сіздер үшін барлығы көлік арзан келеді вообще. Сондықтан енді BMW-лардың қатарына келдік. Олардың да бағаларын көрсетіп шығайын. BMW-ны да жақсы көретіндер көп негізі. Ал міне X5. Мына мен адам шошытасын қояды, түрін қара. Қандай дерзкий, агрессивный. Ағда дейме екен негізі. Ақтау, Маңғыстау, ақ жақсы негізі. Таза мынандай қарасы жақсы. Жаңбыр, шаң болмайтын қалаларға.
Так, бағалар ғой бізге қызық, иә. Мынау 14.500 дейді, мынау 16-шы жыл ғой. 14.500, 4/4 объем екен ғой мынау. Бәсе түр емес, мынаның моторы да зібер екен ғой. Мынау міне үштік. Мұнда түр әдемі екен, 15-ші жылғы $20,000 сұрап тұр. Үсті панорама. Есігі ашық тұр екен. Әлсіз ау деймін негізі мыналарға. Іштері. Мындай әдемі екен, расширитель арка деймі. X5. Мынау да X5. Бұның бағасы 19.500. Бағаларын көрдіңіздер. X6 26.500. Мынау жерде E70 деген мынау. Одан алдыңғы кузов X5-тің 13-ші жылғы үштік объем 12.500 бағасы. Мынау да әдемі екен, дерзкий. Мыналарды ең арзаны аукционнан, Америкадан. $2,000 ұтып алуға болады. Енді келуі бар. Біздің услуга бар. $5-6,000 келеді. Тәуірлеуін $5-6,000 ұтып аласың. Олар енді $10,000 жақындап келеді. $2,500, $3,000 кетеді расход. Копарттың услугасы, жолдың услугасы, біздің услуга. Солай. Volkswagen-ді қараңызшы достар, қалай әдемі. Қызыл заттарымен, қызыл суппорта, дискісінің размерін қара, ішкі дискісін. Тормозной. Түсі типа Nardo Grey. 14.800 сұрап тұр, 28.000 жүрген, 20-шы жылғы. Рульді қараңыздар, спортивный руль. Бесключевой доступ. Там әдемі дискілерде. GLI дейді. Дерзкий екен, дерзкий. Volkswagen. Так, тағы бір Volkswagen достар. Бағасы 10.500. 10.500. Jetta 1/4, 18-ші жылғы. Іштері кожа. Негізі мыналар неміс болғаннан кейін достар. Действительно, Merz, BMW жалпы жүрістері бөлек бөт, сәл-сәл жақсы. Шумк бар, ровно жүреді. Әдемі негізі. Чем японский рейстер алғанда, японский рейстер қайқалақтап жүреді ғой. Мықты тұр старт столымен. Электронный ручник, түгел кожа, люк. Солай бағасы достар. 10.500 түсіріп қойған екен, 12.000-нан. Jetta. BMW. Мынау не? 30.500 G30 тұр ма? 540. 31.000 жүрген. Қоңыр кожа. $30,000. Дерзкий екен фары. Лазер. Дорес G30. 27.500 сұрап тұр мынау. 17-ші жылға екілік көлеммен. Алғасында үштік алған жақсы. Міне үштік. Бұл да 27.500. Мынау да 27.500. Кілең 27.500 мына жерде. 4/4 мынау. 4/4 үштік екілік қайсысы керек. Барлығы 27.500-ден. BMW. Так, достар. Мына BMW ар жағындағы 50 екеуінде Қазақстанға кетеді бұйырса. Мынау екеуде $7.200. $7.200. 15-ші жылғы 328 BMW. Соғылмаған утоп деп тұр. Бірақ ішінен тәп-тәп тез шығып кеткен. Вообще утоп емес. Дерзкий. Анау да сондай әне 7.200. Camry 50. Әдемі ғой? Әдемі ғой деймін. Еще мынау не?
круг крашкасы бәрі өзінікі. Вандализм. вообще қаралмаған дейсің ғой, иә? Тезгілер сынған ғой, тезгілер. Еще вандализм, достар. Вертолет дискісімен. Әдемі екеуі Қазақстанға. Достар, енді бір корейстерді көрсетіп жіберейін, иә? Менің мына микрофонның зарядкасы да бітіп келе жатыр екен. Корейстерді көрсетейін. Сонымен аяқтайық видеоны. Мына жақта санаталар тұр. 12.500 дейді. Так, қымбат мынау. Мынау 8.500 не? 18 жылғы 8.500. Арзан. Мынау 17 жылғы 11.500. Жақта елантырлар тұр екен. 19-18 жылғы кузовтағылар. Қараңдар достар, міне. Қара 2020 жылғы екілік көлеммен 8500 достар. 24 мың миль жүрген ба еще? Алып қалу керек мынаны срочно достар. 9 мың. Осылай бағалар кете береді достар. Так, достар, каналыма тіркеліп қойыңдар, Казкөлік деген. Біраз жүргізейік, кішкене 100 мыңға жеткізейік. Лайк басайық. Әдемі комментария тілектерін жазып қойыңдар. Біз түсіруден шаршамаймыз. Ал қош сау болыңдар. Келесі кездескенше.